Барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге құрамы 3 ақ заттан тұратын чак-чак көрсетемін. Ол үшін қажетінше ұн және 4 жұмыртқа, сода немесе разрыхитель керек. Ең бірінші 4 жұмыртқаға кішкене тұз, сода қосып араластырып қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болу керек. Осындай иленген қамырды бетін жауып немесе салафанға салып 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Енді үлкен етіп жаямын. Ең бірінші осылай қолмен үлкейтіп аламын. Және жұқа болғанша әбден жақсылап жаямын. Менікі әлі қалыңдау болып тұр. Сондықтан тағы да жаямыз. Және де жайылған қамырды 4 бұрышты етіп кесіп, қызып тұрған майға осылай пісіріп аламыз. Міне біздің чак-чагымыз дайын. Бетіне сгущенкамен мак сеуіп, өзіңіздің қалауыңызша әрлеп қойсаңыздар болады, немесе сахарный пудра сепсеңіздер де болады. Менің видеом сізге пайдалы болса, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыз.